Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Құрметті Тура Бағыт діни танымдық арнасының көрермендері. Видеоны бастамас бұрын сіздерге бір айтар бір кішкене ғана өтініш бар. Діннің жайылу мақсатында осы арнаға тіркеліп кетіңіздер. Және де қандай тақырыптарда сөз қозғаймыз, сол туралы жаза кетсеңіздер болады. Енді біз қозғайтын бүгінгі тақырып өлім жайлы. Өлім дегеніміз ол кез келген адамға ащы шындық. Бірақ та Құран-ы Кәрімде Алла Тағала айтқандай, «Күллу нәфсин заиқатул маут», кез келген кеудесінде жаны бар нәрсе міндетті түрде өлімнің дәмін татады дейді, қараңыздар. Бұл тұрғыда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хадистері, Құран-ы Кәрімде қаншама аяттар бар. Тіпті біздің бабаларымыздың сөздерінде де келеді. Оның ішінде Жүсіп баласағын бабамыз айтады, осы өмір екі ақ есіктен тұрады дейді. Жалпы бірінші есік бізді осы дүниеге алып келеді дейді, ал екінші есік арғы дүниеге алып кетеді дейді. Бірінші есікке енген адам міндетті түрде екінші есікке енеді дейді, қараңыздар. Өлім деген нәрсе, біз одан қанша қашсақ та, бірақ та ақыры жететін нәрсе екен, құрметті ағайын. Жалпы өлімді еске алу бізге нығметтерді сезуге, құлшылықта бізді нық қылуға өзінің септігін тигізеді, қараңыздар. Хамид ибн ал-Лаффаф деген ғұлама ғалымның айтқан сөздері бар. Кімде-кім өлімді еске алумен ризықталған болса, оларда мынандай нығметтер болады дейді. Олар дүниені, олар қатты қызықтырмайды дейді. Бірдеңеден айырылып қалса, ол өзін жегідей жеп, ол үшін өкініп, ондай нәрсе қылмайды дейді. Бәлки ол ертеңгі күні мен Алланың құзырына кетіп қаламын деп ойлап, жаңағы дүние оған қызық болмай қалады дейді. Ал келесі, ол өзінің ғибадатында нық болады дейді. Әрбір құлшылығында менің соңғы құлшылығым шығар деп ойлайды дейді, қараңыздар. Ал енді өлімді еске алумен нығметтелмеген адамның, ризықталмаған адамның жағдайы ол керісінше. Ол бір дүниеде бірдеңе болатын болса, дүниесінен айырылып қалатын болса, ол адамда өкіну болады. Ал құлшылығына келген кезде ол адамның құлшылығы әлсіз, ол құлшылыққа селқос қарау деген нәрселер болады екен. Енді өлімнің белгілері бар дейді, қараңыз. Өлімнің белгілері ол мынадай. Біздің шашымыздың қарайғаннан кейін барып аққа боялуы ол өлімнің белгісіне дейді, қараңыз. Біз жас кезімізде қанша нәрсені еске сақтап, бірақ та қартайған кезде біздің миымызға көп нәрсе кіре бермейді, оны біз түсінуіміз керек. Міне бұл өлімнің екінші белгісі дейді. Ал үшінші белгісі, біз жас кезімізде тік жүріп, одан кейін барып бойымызда күш қуатымыз бар кезде, одан кейін барып оның жаңағы біздің әлсіз күйге алмасуымыз, болмаса иіліп қалуымыз өлімнің үшінші белгісі дейді, қараңыздар. Енді Алла Тағала өлім жайлы айтады. Кімге өзінің өмірін сүріп, және де өлім келген кезде ол адам жаңағы өлімді не кейінге шегере де алмайды дейді, не оны тездете де алмайды дейді, қараңыздар. Сол себептен де өлім ащы шындық болса да, бірақ та әрбіріміздің тататын өлім деген нәрсе барын біз ешқашан ұмытпауымыз керек. Алла Тағала баршаларыңыздан разы болсын.